Исламмен жекпе-жекте кейбір техникалық қателіктер кетті. Ислам Махачев пен Енгери тамыз айында шығу керек. Одан кейін мен шығам. Мен оны нокаутқа түсіремін. Қай раундта екені тосын болсын. Иә достар, көптен күткен жекпе-жек. Джек Делла Мадалена Карлос Пратеске қарсы Шавкат Рахмоновтың салмағындағы жекпе-жек. Шавкаттың өзі жоқ екені әрине өкінішті, бірақ та ол тізесін емдеп жатыр Германияда, және жақын арада сол Германиядағы клиникамен сөйлесіп, Шавкаттың жағдайын сұрайтын боламыз. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңдар бізге. Ең қызықтар тек бізде ғана. Ал енді мына Карлос пен Пратестің бастапқы пресс-конференциясының аудармасын көрейік. Бәрін аударып әдемі қылып қойдым. Баяғыдан бері аудармаған едім, сағынып қалған шығарсыңдар. Оны бірінші салатын боламын, 4 минуттай, содан кейін өзімнің осы болжамымды, прогнозымды айтатын боламын. Осы жекпе-жек бойынша және де бүкіл мейн карт бойынша бір 4-5 жекпе-жектерді. Сондықтан біздің Солайде арнасына тіркелуді ұмытпаңдар. Ең қызықтар тек біздің арнада. Мен Иманғали, оның жүргізушісі. Біз бастаймыз. Айтпақшы, толық жекпе-жекті біздің телеграм арнадан көре аласыңдар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Джек Карлостың бұрынғы жекпе-жектері туралы айтсақ, ол октагонда керемет соққылар жасайды. Мәселен, айналып келіп шынтақпен ұруы Леон Эдвардсты өзінде білгендей таңғалдырды. Мұндай ерекше стилі бар қарсыласқа дайындалу қиын ба? Әрине, оның арсеналында қару өте көп. Ол өз қарқынын тапса, өте қауіпті болады. Сондықтан маған бүкіл жекпе-жек бойы барынша жинақы болу керек. Карлос, сен Перттегі турнирдің басты жұлдызысың. Австралиялық жанкүйерлердің қолдауын немесе хейтін сезінесің бе? Көшеде немесе жаттығу залында көптеген адамдар тоқтатып суретке түсіп жатыр. Олардың жеңіске жетуіне тілектеспіз дегеніне таң қалдым. Мүмкін жай ғана сыпайылық танытқан шығар. Бірақ мен бұған көп бас қатырмаймын. Октагонның есігі жабылғанда тек Джек екеуміз ғана қаламыз. Осы аптада бірнеше рет кездестіңдер. Көз түйістіру сәттері болды. Энергетика қалай? Көз түйістіру тез өтті. Оған деген құрметім шексіз. Біз бұрын да кездескенбіз, бәрі сыйластық аясында, бірақ сенбі күні бұл тек бизнес болады. Джек, соңғы 4 жекпе-жегін греплер мен балуандарға қарсы болды. Енді өзінің негізгі бағытын соққы жасау стиліне ораласын. Карлос нағыз ударник. Тек соққыға негізделген жекпе-жек болатынына қуаныштысың ба? Маған барлық үміткерлердің стильдері әртүрлі болғаны ұнайды. Спорттың қызығы да осында. Әртүрлі стильдер қызықты жекпе-жек тудырады. Мен қуаныштымын немесе қуанышты емеспін деп айта алмаймын. Тек осы сынақты асыға күтудемін. Джектің мансабы мен стилі туралы не айтасың? Оның стилі өте жақсы. Ол мықты ударник, қауіпті жігіт. Боксы да жоғары деңгейде. Ол бұрынғы чемпион. Мен оны сыйлаймын. Бірақ қазір менің уақытым келді деп ойлаймын. Ол белбеуді ұстап көрді, не екенін білет, жеңілістің де дәмін татты. Ал енді менің кезім. Карлос өте жоғары деңгейдегі ударник. UFC-дегі барлық жеңісі нокаутпен келген. Мұндай тұрақты қауіпке психологиялық тұрғыда қалай дайындаласың? Бұл жерде тек назар аудару, жинақылық маңызды. Жекпе-жек 25 минутқа созылады және ол соңғы секундқа дейін қауіпті болады. Сондықтан мен сергек болып өз жоспарымды жүзеге асыруым керек. Джектің боксы туралы көп айтылды. Оның боксы сенен жақсы деп ойлайсың ба? Білмеймін, менің де боксым өте жақсы. Бірақ біз бокс емес ММА-дан төбелесеміз. Екеуміз де ударникпіз, бірақ мен өзімді мықтырақ санаймын. Өйткені мен тек жұдырықты емес, аяқты, шынтақты және тізені де қолдана аламын. Осы жекпе-жекті жеңсең кіммен шығамын деп ойлайсың? Әлбетте белбеу үшін. Ислам Махачев пен Енгери тамыз айында шығу керек. Одан кейін мен шығам. Болжамың қандай, жекпе-жек қалай аяқталады? Мен оны нокаутқа түсіремін. Қай раундта екені тосын болсын. Джек, сен Ислам Махачевтен жеңілгеннен кейін алғаш рет октагонға шыққалы жатырсың. Дайындығында бір нәрсені өзгертуге тура келді ме?
quickly, what's your assessment on that and sort of the adjustments you've made coming into this one? Исламмен жекпе-жекте кейбір техникалық қателіктер кетті. Біз залға оралып, соның бәрін дайындадық. Бұл жолы мүлдем басқа стильдегі қарсылас, сондықтан өз өнерімді көрсетуге асықпын. Кез келген кеште кез келген адам жеңіске жете алады. Ал пресс-конференция бітті, Карлос Пратес талдырам деуде, ал Джек Делла Мадалена болса 25 минуттық жекпе-жек көрсетем деуде. Кім жеңеді? Қалай ойлайсыңдар? Бірінші комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Ал біз болжамды бастайық. Джек Делла Мадалена мен Карлос Пратестен бастайық, иә? Джек Делла Мадалена соңғы жекпе-жегінде Ислам Махачевтен жеңілді. Бой сырата жеңілді десе болады. Не істерін білмей кәдімгідей жыламсырап, сөйтіп жалқы, аянышты болып жеңілді. Ал Карлос Пратес болса Леон Эдвардсты нокаутпен әдемі жеңген. Бірақ одан бұрын Енгериден жеңілді дейді. Бірақ қалай жеңілгенін қарасаңдар. Мына жаққа суретін салып қоямын. 5-ші раундта Енгериді тоңқайтып тұрып, сөйтіп тағы да кішкене бір дыхалка болса, жеңетін еді Карлос Пратес. Сондықтан ол жеңілді Енгериден дегенге білмеймін, күмәнмен қараймын. Апометриясын қарасақ, Карлос Пратес өте бойы ұзын. Мадаленаға қарағанда көз түйістіру сәтінде де оны көрген едік. Қолы және аяғы да былай ұзын келген. Сондықтан өз басым бұл жекпе-жекті Карлос Пратеске беріп тұрмын. Қолының салмағы бар, дистанцияны қалай сақтауын біледі, лоу-киктары жақсы, корпусқа жақсы тебеді. Ал Джек Делла Мадалена болса боксы бар деп барлық айтады, бірақ оның боксы кішкене қолапайсыз келген бокс. Ондай қатты қауіпті десе болмайды, тек бір ыңғайсыз угылдардан ғана ұратыны болмаса. Ал басқа бір күрес дейтіндей күреске қатты дайындалған болса Мадалена, Карлос Пратестің стойкасынан қорқап, бұл әбден мүмкін. Онда Мадалена күреспен жеңуі мүмкін. 25 раунд бойы бір созғылап сөйтуі. Бірақ барлығымыздың күтетіміз сол ударка бойынша стойкадағы жекпе-жек әрине. Көреміз не болатын, бірақ өз басым Карлос Пратес нокаутпен осы жекпе-жекті жеңеді деп сенемін. Сендер не ойлайсыңдар? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Ал біз ары қарай кеттік. Ары қарай Бенейл Дариуш, Куилиан Салкилет. Так, бір ғана жеңіліс бар екен мына Салкилетте, жас жауынгерде. Өте аш келген жауынгер, нокаутты кәдімгідей жібереді. Бойы ұзын екен, қолы және аяғы кішігірім ұзын екен. Ал Дариушқа бұл мансапты аяқтау керек деп ойлаймын. Осы жекпе-жектен кейін аяқтайды деп ойлап тұрмын. Себеп Салкилет оны ат айтып тұрғандай өлтіріп қояды. Дариуш уже баяғыда емес, соққылардан ұйықтап қалады. Сондықтан бұл жекпе-жекті Салкилетке беріп тұрмын. Дариуштың уақыты бітті. Келесі жекпе-жек Тим Эллиот, Стив Эрцег. Стив Эрцег Асу Алмабаевпен шығу керек еді біздің. Асу Алмабаев оны жеңетін еді, 100% сенімдімін. Мына Тим Эллиоттың жеңілісін қараңдаршы, 13 жеңіліс, 22 жеңісте ғана, білмеймін. Болды, мына жақта Эрцег ұтты дей берсе болады, жыбы. Решениемен ұтады деп өз басым ойлаймын. Тим Эллиот мына жақта кәдімгідей мешок болып тұр. Келесі жекпе-жек мына Марвин Рахики, Олио Шмидт дегендерді танымаймын. Шамиль Газиев, Брандо Пересич. Шамиль Газиев өте ауыр, соңғы салмағын айтқан еді, өте ауыр болып тұр. Өзі ауыр салмақта, 14-те 2 қана жеңілісі бар, но жас келген жауынгер сияқты оған қарсы. Бұл жақта Шамиль Газиев алады деп өз басым ойлаймын. Соққылар ауыр, сенімді келе жатыр, алуы керек. Келесі Тай Туиваса, Лой Сазерленд. Бұяқта Тай Туивасаға өте жеңіл қарсыласты беріп жатыр. Себебі Тай Туиваса австралиялық жанкүйерлер үшін өте маңызды, өте жанкүйерлері көп, просмотр, соның барлығын алып келетін осы Тай Туиваса арқылы. Сондықтан Тай Туивасаға осындай жеңіл қарсыласты беруде UFC. Сондықтан Тай Туиваса сенімді түрде осы жекпе-жекті алуы керек. Өздерің не ойлайсыңдар? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған мен Иманғали, Сол ID арнасы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Барлық қызықтар тек біздің арнада. Қош аман, сау болыңдар.